және де бізде осы Pythonда мәтіндермен жұмыс істеу барысында қолдануға болатын, біздің есеп шығару барысында көбірек мүмкіндік беретін, процессті жылдамдататын түрлі әдістер қолдануға болады. Әдістер дегеніміз орысша метод болады. Метод дегеніміз, әдіс дегеніміз бұл функцияның түрі. Функция деп айтсақ та қателеспейміз. Әдіс ол арнайы бір объектіге қолданылатын функцияның бір түрі болып табылады. Мысалға, әдістердің бірі find деген әдіс бар. Мысалға, қараңыздар. Print, осы жерде шығарып көрейік. Бұның ішінде b.find тырнақшада a әріпін көрсетейін. Мен не деп жаздым? B деген мәтіннің ішінен find әдісін қолданамыз a деген әріпке. Find деген сөзді біз ағылшын тілінен аударатын болсақ, іздеу деген сөз. Find іздеу. Яғни бізге a деген әріпті b деген тексттің ішінен іздейді, және оның қай орында тұрғанын тауып береді. Қазір запуск басатын болсам, бізде 1 деген индекс шығарады. Егер бірінші индекске қарасақ, 0, 1, бірінші индексте шынымен бізде a әріпі тұр. Немесе тағы да бір осындай бір find әдісін қолданатын мысал жазайын. Find p деп жазайық. Запуск басатын болсақ, 1 және 8 дейді. P әріпі 8-ші индексте тұр. То есть find деген әдіс бізге тексттің ішіндегі белгілі бір әріптің қай орында тұрғанын тауып берумен айналысады, былайша айтқанда. Бірақ мына жерде байқасақ, a деген әріп біздің мәтініміздің ішінде 3 жерде кездеседі. 1-ші орында, 3-ші орында, 6-ші орында кездеседі. Бірақ бізге тек қана 1 тауып береді. Осы жерде түсіну керек нәрсе, find біздің мәтіннің ішінен іздейді да, бірақ ең алғашқысын тауып, сомен болды, жауабын әкеп береді. То есть ең алғашқы кездескен жерін тауып береді бізге. Сонымен қатар бізде осы find'тың оң жақтан артынан бастап іздейтін түрі rfind дегені бар. Rfind біздің мәтініміздің ішіндегі a деген әріптің мысалға ең соңғы кездескен орнын көрсетеді. Запуск басатын болсақ, мына жерде 1, 8, 6 деп шығады. 1 мен 8 ол бағана қарастырғанымыз, соңғы 6 деп шыққаны бұл rfind-тан шықты. Яғни rfind a әріпінің ең соңғы кездескен орны. A әріпін іздейтін болсақ, ең соңғы a мына жерде тұр, және бұны санайтын болсақ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6-ші орында біздің ең соңғы a деген әріпіміз кездесіп тұр. Яғни осы жерден жаттап алу керек нәрсе, find біз сұраған әріптің ең алғашқы кездескен жері, rfind біз сұраған әріптің ең соңғы кездескен жерін тауып береді. Сонымен қатар біз егер текстта кездеспейтін әріпті жазатын болсақ, кездеспейтін символ жазатын болсақ, мысалға бізде бұл жерде f деген әріп жоқ, rfind-қа f-ті берейік, және x деген әріпті берейік, find-қа запуск басатын болсақ, -1 және -1 деп шығаруда. Яғни find және rfind функциялары егер мәтінде біз сұраған әріптің жоқ екендігін анықтайтын болса, онда -1 деген знак қайтарады. -1 деген соңғы дегенді білдірмейді. Бұл жерде -1 ондай әріп біздің мәтінде кездеспейді дегенді білдіреді. Және бұл жерде түсіну керек, әрбір символ іздеуге мүмкіндік алады. Және бұл жерде түсіну керек, тек қана әріптер емес, символдардың любой түрі. Мысалға, мен мына жерге пробелді қойсам, пробелдің нешінші жерде тұрғанын тауып береді. Мен мысалға мына жерге жұлдызды қоятын болсам, жұлдыз деген символды біздің мәтіннен іздеп береді. Қараңыздар, жұлдызға -1 деп шығаруда, ал пробелге 7 деп шығаруда. Шынымен де бізде пробел 7-ші орында, 7-ші индексте біздің текстта кездеседі. Біздің екінші бір кезекті бір үйренетін әдісіміз ол count деген әдіс. Count деген сөзді ағылшын тілінен аударатын болсақ, санау деген сөз. Аты айтып тұрғандай, ол біздің b деген мәтіннің ішінен санап береді. Мысалға a деген әріп жазып қойып,
а әріпінің қаншау екендігін санап береді. Запустить басатын болсақ 3. А әріпі бұның ішінде 3 рет кездескен. Яғни count санау үшін, егер n деп жазатын болсақ, бір рет кездескен Python дегеннің ішінде соңғы жерде ғана кездескен, немесе кездеспейтін бір символ жаза салайық, t дегенді. Запустить басатын болсақ, t деген бір рет кездескен деп санап береді. Жоқ әріпті көрсететін болсақ, мысалға g 0 рет кездескен деп шығарып береді. Түсінікті. Енді келесі бізде тағы да әдіс ол replace деген. b.replace replace аударатын болсақ, ағылшын тілінен ауыстыру деген сөз. Яғни бізге біздің мәтініміздің ішіндегі бір әріпті таңдаймыз. Мысалға a деген әріпті таңдайық. Үтір қоямыз да осы мәтіннің ішіндегі қай әріпті екінші жазатынымыз қандай әріпке ауыстырады. Мысалы үлкен a деп жазайын да. Запустить басатын болсам, мына жерде қараңыздар. Replace біздің мәтінді ауыстырып тастайды. Ішін обновить етеді, былайша айтқанда. Ішіндегі a деген әріптерді алды да мен қойған үлкен a-ларға ауыстырып берді мені. Қазақша Python дегенде үлкен a-лар тұр. Немесе мен мына жерде 9 деген санды қойып қойсам, a деген әріптердің орнына мен көрсеткен жаңа символ ауыстырылды. Бірақ мына жерде түсіну керек нәрсе, replace ауыстырған кезде ішіндегі барлығын ауыстырып жібереді. A-лардың барлығын ауыстырып жіберді 9-ға, егер көрсетпесек. Бірақ арнайы көрсетуге де болады. Мысалға мен a үтір 9 деп 2 деп жазсам болады. Бұл не деген сөз? b деген сөздің ішінен ауыстырып тастаймыз a-ларды 9 деген символмен, бірақ бәрін емес, алғашқы екеуін ғана ауыстыр деген команда. То есть, мына запустить бассам, қазақша Python дегеннің ішінде 2 асы 9-ға ауысты да, қалғандары ауыспайды. То есть, мына мен соңына сызықша арқылы тағы да бір 4a қосып қоя салайын. Запустить бассақ, соңғалар өзгертілмеген. Неге? Себебі мен арнайы 2 деген қаншауын ауыстыру керек туралы команданы арнайы көрсеттім. То есть бізде мәтіндермен жұмыс істеген кезде бірнеше әдістер бар. Біріншісі find және rfind. Біз сұраған символдың ең алғашқы және ең соңғы кездескен орындарын тауып береді. Count. Біз сұраған символдың неше рет кездескендігін санап береді. Replace. Біз қалаған бір символды біз қалаған басқа бір символге ауыстырып береді. Мысалға a-ны мына жерде мен процентке ауыстыр деп жазсам болады. Ауыстырып береді. Егер count мына жерде replace деген жерде қаншауын ауыстыру керектігін көрсетпесек, барлығын ауыстырып жібереді.